Қалайсыздар, құрметті оқырмандарым? Уәде етілгендей адамның типтері туралы жалғастырамыз. Мен қандаймын? Жалпы осы сұраққа жауап беру үшін алдымен сіздер өздеріңіздің типтеріңізді білулеріңіз өте маңызды. Сонымен эфир ұзаққа созылмайды, аяғына дейін тыңдап, өздеріңізді анықтап алыңыздар. Адамды екі түрге бөлеміз. Оның біріншісі, яғни икемді адам, эмпатичный дейді, икемді адам. Екіншісі икемсіз адам, мен оны тұтынушы адам деп аудардым, яғни потребитель. Сонымен икемді адамдар деген ол кім? Икемді адамдар үнемі өзгелердің, яғни өзгелердің қалауын анықтауға тырысып, өзгелердің жағдайын жасауға тырысып жүретін адамдарды айтады. Екіншісі, яғни тұтынушы адамдар, олар үнемі аты да айтып тұрғандай тұтынғанды жақсы көретін адамдар. Яғни олар тек қана ала берсем, жей берсем, көре берсем деген сияқты. Енді көп қарым-қатынаста осы икемді адам мен икемсіз адам бір-бірін өте қатты тартады екен. Кейбір кезде осы айтамыз, неге әйелдер айтып жатады, неге күйеуімнің мінезі осындай, болмаса күйеулер айтады, неге әйелім мінезі осындай, болмаса жұмыста неге бастығым осындай, немесе үйде ата-анамен, туысқандармен, себебі олардың түп негізі, яғни бұл жерде біздің адамның мінезіндегі, яғни осы жетімсіздік, яғни сіздің мінезіңіз икемді болған сайын, болмаса икемсіз болған сайын, сіздер сондай адамдар тартасыздар. Адам орташа болу керек екен. Енді қазір біз осыларға сипаттама беріп өтеміз. Негізі көп жағдайда осы қарым-қатынастарда икемді адамдар жағдайды басқарады. Біз ойлаймыз ғой, икемсіз мінезі қатты адамдар бізді басқарады, біз соған көніп жүрміз. Ондай емес. Керісінше икемді адамдар басқарады жағдайды, эмпатичный адамдар. Олар не істейді? Олар берген үстіне бере бергісі келеді, эмоциясын, жағдай жасаған үстіне жасай бергісі келеді. Одан олар қандай ләззат алады? Яғни өздерін жақсы сезінеді, өздерін бір психологиялық бір жетіспеушіліктің орнын толтырады. Икемді адамның фокусы, назары үнемі тек өзгелерде болады, өзінде болмайды. Ол өзін ойламайды, ол тек қана өзгелерді ойлап жүреді. Еске сақтап алыңыздар. Және икемді адамның өзінің құпиясы бар. Ол икемді адам беті ойлайды, мен біреудің жағдайын жасаған, бір икемсіз адам жағдайын жасаған сайын, маған әйтеуір ол сол икемсіз адам бір күні соны жақсылығымды түсініп, менің жағдайымды жасайды деген бір жүрегінің түбінде сондай бір құпия арманы болады, бірақ оны өзі түсінбеуі мүмкін. Осылайша түрлерді тоқтала берсе, негізі икемді адам түрлерінің сипаты шексіз екен. Мен тек қана кейбіреуін ғана айтып отырмын. Сонымен қатар икемді адам ол былайда, ол неге қатты бағынады? Бір қоғамдық шаблондарға өте қатты бағынады. Яғни ол өзін, установкасын соған бағындырып тастаған адамдар. Яғни ода перфекционизм мінезі өте қатты дамыған икемді адамдарда. Икемді адам болған ыңғайлы ма, икемсіз адам болған ыңғайлы ма? Қалай ойлайсыздар? Адам санасыз түрде икемді болады, санасыз түрде икемсіз болады. Бірақ саналы түрде икемді болудан, икемсіз болудан шығуға болады екен, оның арнайы жолдары бар. Сонымен бүгінгі тікелей эфирді аяқтаймын. Егер эфир сіздерге ұнаса, бөлісіңіздер, парақшаны бөлісіңіздер. Менің кім көбірек бөліседі, өзінің ойын айтады, өзінің қандай екенін айтады, сол кісіні ары қарай талдап беруге дайынмын. Әрине, өз ойын шынайы жеткізген адамды. Сонымен түсінікті ма? Сұрақтар болса төменде комментарийге жаза отырыңыздар. Икемді және икемсіз адамдар туралы.